Сәлем достар, бүгін мен сіздерге әр үйде сүйікті болып кеткен классикалық сүтті блинидің ең оңай әрі дәмді рецептін көрсетемін. Ең алдымен бізге 3 жұмыртқамызға қантымызды қосып, миксердің көмегімен қантымыз ерігенше көпіршітіп араластыратын боламыз. Оның үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да миксермен араластырамыз. Енді оның үстіне бөлме температурасындағы сүтімізді құйып, тағы да араластыратын боламыз. Енді дайын болған қоспамыздың үстіне електен өткізілген ұнымызды 3 бөлікке бөліп, біртіндеп қоса отырып, миксердің көмегімен араластырамыз. Үртік болмау үшін осылай бөліп қосамыз. Енді қайнап тұрған ыстық суымызға жарты шай қасық нан содамызды құйып, тағы да араластыратын боламыз. Байқасаңыздар, стаканның көлемі бірдей, ұнды да, сүтті де, суды да 1 стаканмен құйдым. Мінекей біздің қоспамыз дайын болды. Енді қызып тұрған табамызға майымызды кішкене жағып, осылай блинемізді аздап құятын боламыз. Әр жағын алтын түске енгенше пісіреміз. Осылай жан жағы қызара бастаған кезде екінші бөлігіне ауыстырамыз. Жұқа, нәзік әрі хош иісті болып, керемет болып шығады. Екінші ожауымызды да құйып, осылай алтын түстес болғанша мұны да пісіріп аламыз. Жан жағы қызара бастаған кезде осылай жаймен екінші бөлігіне ауыстырамыз. Міне біздің классикалық блиніміз дайын. Қараңыздаршы, қандай үлпілдек және әдемі. Мұндай блиниларды тосаппен, балмен немесе қаймақпен ұсынуға болады. Дәмі деген керемет. Егер менің видеом ұнаған болса, лайк басып, арнама жазуды ұмытпаңыздар.